Құрметті көрермендер, біз әдеттегідей тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Бұл тегін сабақ группасына кімдер қосылуға болады? Бұған сауаты бар барлық адамдар қосылуға болады. Көзің көрсе, құлағың естісе, сөйлеп білетін болсаң болды. Телефоның жақсы болу керек, интернетің жақсы ұстап тұру керек. Соның үшін бұл онлайн, күніне 2 сабақ көресің, 2 сағат сабақ көрсеңіз, едәуір жетістікке жете аласыңыз. Бұған барлық адамдар қосылуға болады. Бұл жас таңдамайды. 18 жастан бастап 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы қосылуға болады. Зейнеткерсің ба, сен инвалидсің ба, үйде отырсың ба, баламен отырсың ба, жұмысың жоқ па, жұмыстан шығып қалдың ба, оған ешқандай қарамайды. Сондайларға несиелері бар. Қазірдер көп адамдар жұмыс істеп жүреді де, несиені нобайрақ қылып алып алады. Соның кейіннен әртүрлі жағдайлар мен денсаулығына байланысты жұмыстан шығып қалады да, несиелерін төлей алмай, не істерін білмей жүрген адамдар бар. Соларға өте қолайлы. Күніне 2 сабақ көресіңіз. Ұстаз мықты адам, барлығын өздері айтып түсіндіреді. Қалай ақша табу керек, ол ақшаны қалай жарату керек, ол ақшаны қалай жинау керек, несие мен қарызы қалай жабу керек екенін барлығын түсіндіріп үйретеді. Сірә қараптан қарап отырсаңыз, осының есесіне осы кісінің айтып жатқанын дұрыс па екен деп тексеріп көріп сабаққа тіркелсеңіз болады. Сабақ көріп қарап отырмаң. Ештен кеш жақсы деген. Кейін өкініп қалып жүрмеңіз. Бұл басында айттық қой, барлығы тегін деп. Тегін. Басқа адамдар бұны сатып жүрген адамдар бар шығар. Біз сіздерге тегін сабақ деп тіркелсін, көрсін, ақша тапсын, қарап жүрмесін, несиелерін жапсын деп біздерге айтып жатқанымыз. Осыған қосылсаңыз, сабақ көрсеңіз болады. Бұған сабақ көргенде сабырлы болуыңыз керек. Ыждағатты, ынталы болуыңыз керек. Сондай болсаңыз, өзіңізде сабаққа тіркеліп көргеннен кейін ары қарай кәсіпке шығып, ақшалы болып кете аласыңыз. Бізде де көп адамдар сабырсыз ғой, сабыр жоқ, ынта жоқ. Өткізіп көреді, өткізіп көргеніңмен ертең сабаққа тіркелгеннен кейін де ештеңе түсінбейсіңіз. Біздер жұмыс жасағымыз келмейді, жалпы айтқанда. Қиын көрмеңіз оны. Біздер ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп қалған адамдар азырақ жұмыс жасасақ, көбірек ақша алсақ дейміз. Ондай болмайды. Ондай мүмкін емес қой, ондай болу. Соның үшін сабаққа тіркелің, сабақ көрің, ақшалы боласыңыз, несиелеріңізді жабасыңыз. Қазір кім болса сода бәрінде